бұрын қазақтың салты болған, жігіт үйленіп әйелін үйге келгенде бүйтіп апаларымыз от жағып, май құйып, отбасына әйел мен ер баланы отырғыздырып, жігітке айтатын: әйеліңнің жүгін көтере аласың ба? Сен күйеуіңнің жүгін көтере аласың ба? Махаббатыңды ұстая көр деп бата беретін. Қазір ондай не жоқ та, енді қасиет жоқ. Содан будущем қазір деген көп болып кетті. Біздің қазақтың көп кісілері кезінде ер забатына ей не деп, бұрын енді ондай болмағанда, әйелі байын айғайлап, байы тұқымын айғайламайтын, жас, мынандай кіші, үлкен деп сыйлайтын, бүйтіп сыйлайтын. Қазіргі сол қасиетті жоғалтып алғаннан кейін сондай жаман неге қазір жамандыққа кіріп баратыр. Үйдегі ата-баба, үйдегі апасы, атасы балдарды бір жинап, шайын беріп, сондай ұқпат айтуы керек. Үйтпеңдер, бүйтпеңдер, жолдарың ашық болсын, келінді келін қып сыйлап, жаңағы біреудің баласы деп, күйеу баланы күйеу баладай көтеріп, жездені жездедей сыйлайтын. Қазір сол қасиеттің бәрі кетіп қалды ғой. Поэтому осындай жаманшылық шығып жатыр. Қазір өте біреудің баласын қолға алса, ол баланы өз баласынан ақыр сыйлап, ол баланы көтеретін, ол баланың еңгезесін сындырмайтын. Қазіргі адамдар өте сол қасиетті жоғалтып алды. Содан осындай жаман неге душар болып жатырмыз.